саусаққа сақина тағудың үкімі қалай? Сақина тағуға келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис бар. Бір адам мешітке кіріп келіп, алтын жүзік тағып келіпті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп айтады: "Ей халайық, не болды сіздерге? Мен сіздерге мына екі нәрсені еркекке арам еттім ғой. Біреуі жібек мата, біреуі алтын" деп айтқан екен. Содан әлгісі алтынын халқын көзінше шешіп алып қалтасына салып кетеді. Ертеңіне мыс жүзік тағып келеді. Пайғамбарымыз айтады: "Халайық, не болды сіздерге? Мен сіздерден христиандардың белгілерін көріп тұрмын" дейді. Содан енді қазір мешіт құрылысымен айналысып жатқан адамдарға да айтып кеткім келеді: ана мешіттің күмбезін сап-сарғып, мыс сияқты қылып бояу деген енді шли көркем бола бермейді. Сонан соң не болды сіздерге деп осы христиан нәрсесін айттыңыздар, мысқа ұқсап дегеннен кейін ол кісі мыс жүзігін қолына шешіп тастайды. Ертеңіне темір жүзік тағып келеді. Енді сән қой кісі ғой, енді қайтсын. Пайғамбарымыз айтады: "Не болды сіздерге? Мен сіздерден дозақ адамдарының амалын көріп тұрмын, заттарын көріп тұрмын" дейді. Дозақта адамдарды темірмен жүгенделеді деген аяттар бар ғой. Оны да шешіп тастайды. "Күміс жүзік тағыңдар" дейді пайғамбарымыз. "Және ол 3 мысқалдан аспасын" дейді. Сондықтан күміс жүзік тағу еркекке болады. Ол да шли асыра сілтеген қатты қымбат болмау керек. Барлық саусаққа тағуға болады. Бірақ сол қолдың шынашағына таққан сүннет амал болады. Пайғамбарымыз осы шынашағына таққан сол қолының. Қалған қолға да тағуға болады, сахабалардың таққанынан. Одан бөлек мына сақина демекші үйленгенде тағылатын сақина. Біреулер айтады, бұл Рим империясынан келген нәрсе дейді. Түбі тарихы сондай өзі. Түбі тарихы Рим империясында кезінде екі адамды үйлендірсе, екеуін бір-біріне кісендейді екен қолдарын. Білезік қылып, кісен қылып, білезік қылып қояды екен. Сөйтіп екеуін халықтың алдында алып жүріп, поптың алдына барғанда, поп соны қиып береді екен, некесін қиғандай қылып та. Көрдіңіз бе енді? Неке қию деген қайдан шыққан, жаңағы шынжырды қиып береді екен, сонымен анау енді үйленген бой істеді. Одан кейін шынжыр шешіп тастайды енді мүлде. Содан белгі болып, ақыры ол енді шынжыр болмай бір-біріне былай білезік тағып, бүйтіп білезікпен жүретін болған, ақыры білезік кішірейіп жүзікке айналған дейді. Содан бұл христиандардың тірлігі деп ұрандатушы бауырларымыз айтады. Бірақ біріншіден әр амал біздің шариғатымызда аталуымен емес, оның мағыналы қолдануымен дұрыс болады. Мысал айтайын, қарапайым қара суды да арақ деп атап қоюға болады. Бірақ арақ деп айтсаңыз, мынау арақ болмайды ғой, дұрыс па? Дәл сол сияқты, астағфирулла, арақты да сусын деп атап қоюға болады. Жаңағыдегі таудың мөлдір бұлағы деп атап қоюға болады. Бірақ ол мөлдір бұлақ болмайды ол. Ол доңыз да ішпейтін нәжис су болады ол. Бәрібір. Шариғатымыз атауға қарамайды, мағынаға қарайды. Жүзік тағудың мағынасы қазір христиан емес, барлық адамдарда бірдей болып қалды. Ол жанұялы екендігін білдіреді. Одан пайдан айтайын ба? Қазір қыз келіншектер өзінің жолдасының қолына сақина тағып жібереді. Одан мақсат, ана қолындағы сақинаны басқа қыздар көрсе, анау үйленген екен ғой деп кетіп қалсын дейді. Зинадан тоқтатты. Көрдіңіз ба пайдасын? Сақина зинадан тоқтатты. Ондай болса, қыз келіншектерге де айтатынымыз сол, екеуін тағып жіберіңіз. Ол негізі зинадан қайтарып атқан амал бір жағы. Екіншіден, ол жай ғана үйленген екендігін белгісі болғаннан кейін дінде ешқандай қайшылығы жоқ. Осыны ұстаздарымыз айтады.